Ассалаумағалейкум құрметті достар. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 100 теңгемен 15 миллион инвестицияға екінші күніміз. Кеше біз әбет ішіп үйге барып ұйықтап қалыппыз. Бүгін екінші күн шығып тұрмыз. Ал олай болса кешегі видеоларды көрген боласыздар. Видеоларда біз адамдармен сөйлесу барысында көптеген қателіктер жіберіппіз. Енді бізде опыт жоқ. Алғашқы күніміз, алғашқы осындай блогерство қадамымыз. Так, бізде олай болса адамдардың сенбей жатқанын байқадық. Біз планшетке барлық видео галереяға сақтап алған болатынбыз. Мінекей осы планшетпен барлығын адамдарға түсіндіріп, амандасып көрсететін боламыз. Біздің жобаны қолдаймын екен, бірге тексереміз. Ал біз кеше 100 теңгемен ора достарымызға айтып жүрсіз, қай затқа жеттік? Достар, біз 100 теңгеден басында изолентаға жеттік. Изолентадан щеткіге жеттік қой үшін достар. И щеткіден мына ойыншыққа жеттік қой, короче, достар. Қарасаңыздар. Бізде қазір ойыншық бар достар. 3000 теңгелік ойыншық. Біз енді осыны одан да алмастырып біз әлі 15 миллион инвестицияға, 15 миллион қаражатқа жетуіміз керек. Біз Қазақстаннан шығып жатқан өнімді қолдау үшін Қазақстаннан балаларға арналған, ойлайсыз, балаларға, балабақша бүлдіршіндерімізге арналған өнім шығып жатыр. Технология. Ол дейтін балаларымызды өте үлкен дамытады достар. Сол үшін біз дальше жалғастырамыз, ары қарай кеттік. Олай болса бізге көріңіздер, біздің бүгінгі локациямыз 22-ші шағын ауданы. Ал мінекей достар, жаңағы айтқанымыздағындай біз базардамыз уже. Қазір уже қолымыздағы осындай ойыншықпен кез келген нәрсемен алмастыратын боламыз, яғни админ көреміз деген сияқты ғой, короче. Қалайынша кеттік. Так, достар, мен кешегідей емес, шынын айтайын, мен кәдімгідей қобалжып, кәдімгідей ұялып тұрмын бар. Бүгін дейтін менде кеш мына жаққа келші. Ассалаумағалейкум. Есі сен бе ұрып? Есі. Бір жоба болып жатыр еді. Түсіндіріп жүрсем. Қарсы емессің бе? Давай. Неке бар ғой. Бізде Қазақстаннан бір балаларға арналған технология шықты да. Мен кіріп көрсетейін. Ассалаумағалейкум. Қазақстаннан балаларға арналған технология шықты да. Неке қазақ өзі жасап шығарған да. Бұл бізде инвестиция керек болған әлі. Және сол мақсатта мен өз үлесімді қосу үшін 100 теңгеден осыған қаражат жинау үшін 100 теңгемен деген бастадым да. Біз 100 теңгемен қазір 100 теңгемен осы 3000 теңгелік ойыншыққа жеттік. Сен де жобаға атсалысу мақсатта осы 3000 теңгелік ойыншықтан жоғары ұсына аласың ба бізге? Қасында жоқ па. Жоқ, қасында жоқ па. Любой тауарлардан бізге негізі. Ұсыныласың, біз саған ойыншық жасап кетеміз, сен бізге 3000 теңгеліктен жоғары зат ұсынсаң. Өте керемет осы. 3000 теңгеден сәл жоғары болса да болады. Примерно парфюмдар бізде бұл кеттік дальше. 3000 теңгелік ойыншық. Парфюм? Бұл қанша тұрады? Негізі 5000-ден сатады. 5000? Ооо, достар, 5000 теңгенің парфюм. Өте рахмет, саған үлкен рахмет. Балаларға арналған отандық өнімді қолдап жатқаныңа. Осындай бізде парфюмді бауырымыз берген болатын, жобаға атсалысу мақсатта. Рахмет саған. Неке саған ойыншық. Неке қол алып жіберейік. 5000 болады брат? 5000 болады. Илхан. Қуаныштым, оралбай болады. Так, бұл қандай бутик? Аксессуар. Аксессуар 77-ші бутик достар. Если 22-ші базарға келсеңіздер, осы жақтан сауда жасасаңыздар болады. Рахмет. Рахмет. Кеттік достар, ары қарай. Мен саған достар, мен таңғалып бір кірген, сразу кірдік. Және бірінші біздің жетістігіміз парфюм болып жатыр. 5000 теңгенің парфюмына келдік достар. Өте керемет достар. Мен таңғалып. Жалпы достар, негізі көп нәрсе бұл жерде 22-ші базарда, 22-ші базарда көп ауыстыратын заттар жоқ екен. Себебі бұл жерде кілең, көбінесе киімдер. Көрсетші кілеңдерді. Көбінесе киімдер екен достар. Біз енді барынша қолымыздағы затты алмастыруға тырысамыз. Енді себебі бізде инвестиция, отандық өнімді қолдау керек, технологияны дамыту керек. Бірақ сіздерден достар, ең көрермендерге айтарым, сіздерден лайк, комментарий және достарыңызға жіберіп бөлісіп қойыңыздар. Мына жерде не бар? Бізді ештеңе жоқ сияқты да. Біз мына жерде достар, көрсетші аяқтары пустой қалып қалды достар. Бүтін мына жерде тупикке келіп қалдық. Қазір бір жақсы локацияға барамыз. Сол жерде
тағы да жалғастыратын боламыз. Дальше жалғастырамыз. Көреміз. Тұрғандарыңызда бізде базардың іші ажиотаж болып отыр. Біздің даусымызда қатты естіліп тұрған жоқ па білмей жатырмын. Мына жақта адамдар көп екен. Адам жетеді вообще. Иә. Қазір мына жерде артымызда бір ботик тұр. Сол Көреміз. жерден барып көрейік. Сұрап көрейік. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Брат, бізде Қазақстаннан өнім шығып еді ғой, технология, балаларға арналған отандық өнім. Және сол жобаға біз атсалысып инвестиция жинап жатырмық та. Және біз 100 теңге деген көріп беріңіз. 100 теңгемен біз алмастырып, біз қазір 5000 теңгелік мына парфюмға жеттік. Сізді жобаға атсалысу мақсатында ғой енді. 5000 теңгені қолдау мақсатында 5000 теңгені осы жоғары бір затты ұсынғансыз ба бізге? Біз сізге парфюм береміз 5000 теңге. Иә, орнына сіз одан сәл жоғары бір зат ұсынсаңыз. Қолдау ретінде. Иә, қолдау ретінде. Қалай қарайсыз? Бұл білмеймін, любой зат бүтеңіздегі. Шамалы асып тұрса да деген сияқты ғой. 5000 теңгенің парфюмі. Біз жаңа бұның алдында бізде ойыншық болды. Ар жақтағы бір бутиктен осыны бізге 5000 теңгенің парфюм берді. Біз енді сізге келіп тұрмыз. Мінекей бізде Қазақстанда жасалған өзі осылай балаларға арналған отандық өнім. Мінекей. Видео көрсет. Осы жобаға қолдау ретінде сіз. Қолдау ретінде. Бұл әлі жарық көрген жоқ, мінекей. Оған инвестиция ретінде біз осылай жоба бастаған болатынбыз. Оның орнына беруге болады, сатып продайсыз қоямын. Бере алмаймын, қазір. Солай ма? Сол жерлер бар. Продайс соның атчақ. Если қазір болғанда без проблем, чайник болса жіберетін. Рахмет. Рахмет, брат. Бутикте өзінің. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Бізде Қазақстаннан өнім шығып жатыр еді ғой. Технология шығып жатыр, балаларға арналған отандық өнім да. Мінекей. Балаларға арналған отандық өнім. Бұл бізде бітпей тұр, бітпеген жобада. Біз соны жалғастыру мақсатында, инвестиция құю мақсатында, біз осылай 100 теңгемен біз қазір парфюмге жеткен болатынбыз, 5000 теңгелік. Осыған инвестиция құю үшін. Қазір халыққа осылай сізге мысалы көмек ретінде, қолдау ретінде сізге осы 5000 теңгелік парфюмді беремін. Сіз одан больше бір зат берсеңіз. Біз қазір бұны ойыншыққа ауыстырдық, 3000 теңгенің ойыншығын, осы бізге парфюм берді. Бір жаңа аға, біз бір бутикте. Қазір сізге осыны ұсынсақ, сіз бір затыңызды ұсынсаңыз. Ремен берейін бе? 6000 теңге ремен бе? 6000 теңгелік ремен. 6000 теңгелік. Бұл өте керемет достар. Біздің ағамыздан қолдау ретінде 6000 теңгелік бізде ременді берген болатын. Так, мынаны сізге берейік. Мінекей. Өте керемет. Рахмет аға. Бұл нешінші бутик? 28. 28-ші бутик, 22-ші базарда, микрорайондағы базарда, 28-ші да? 28-ші бутик достар. Келіп сауда жасасаңыздар болады. Рахмет аға. Алла сізге береке берсін. Все, кеттік достар. Базар бізде ажиотаж қайнап жатыр екен. Базардың аты базар екен. Адам көріп білемін достар. Мына жерді мен что-то білемін. Бұрын. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, брат? Ассалаумағалейкум. Сіз түсіріп отқан жоқ? Так. Жоқ, сіз түсіріп отқан жоқ. Так. Брат, болсын ба? Бір жоба болып жатыр еді ғой. Бізде Қазақстаннан балаларға арналған, бүлдіршіндерімізге арналған технология шықты да. Соны қолдау мақсатында бұған бітпеген жобамызға инвестиция құю керек та. Біз сол мақсатта 100 теңге дегенді көріп бердің, брат. 100 теңге дегенді көріп бердің, TikTok-тан. 100 теңгемен біз мысалы оны алмастырып, осылай әртүрлі аға апаларымызға барып, көмек ретінде, қолдау ретінде осындай бізге 100 теңгеден больше заттар ұсынып тұрмыз. Қазір біз 6000 теңгелік осы ременге келген болатынбыз. 6000 теңге ремен. Мінекей. Осы жобаға қолдау ретінде осындай видео түсіріп жүрік, короче. Сізден де мысалы қазір сізге осы 6000 теңгелік ременді берсек, сіз жобаға қолдау ретінде одан больше бір зат бере аласыз дегенде ғой. Иә, біз қазір 6000 теңгелік осы ременге келген болатынбыз. Бұның алдын бізде парфюм болды, 5000 теңгелік парфюмді осы 6000 теңгелік ременге ауыстырған болатынбыз. Сіз бұдан жоғары бір зат бере аласыз.
білмеймін, бізге бізге несін аласыз деген сияқты ғой аға. жобаға қолдау ретінде. Колонканы келесі адам алмайды да, ол сен 7000 деп есептеуің мүмкін келесі адамға. Ол 7000-ға не стоит ол колонка дейді. Біз енді барынша жобаға қолдау ретінде аға. Ол кімге дедің оны? Мінекей. Балаларға арналған, бүлдіршіндерге арналған технология мінекей осылай. Қазақстаннан отандық шыққан өнім да. Технология Қазақстаннан шыққан. Осыны Ауыстыруға жоқ та, қасына қосуға берем ана колонканы. қосуға? Ауыстырмаймын мен да, ана Қолдау ретінде қосып беріп отырсыз ғой. Мәссаған аға, үлкен рахмет. Кішкентай тұр ғой. Қайсы? Кішкентай. Көрсетіп жүрсің? Нормально? Мәссаған. Аға, үлкен рахмет. Бұл қанша теңге? Негізі дұрысын айтсам, мен 3000-ден сатып отырмын. 3000? Рахмет аға, үлкен. 5000 деп та сатып қойдым. 8000. Бутигіңіз қалай аға? 36. 36-шы бутик достар. Қол алып жүрейік аға. Мінекей. 22 базар. Бізге ағамыз осы колонканы қосып берген болатын. Қаншасы бутик? Нешінші бутик? 36. 36-шы бутик, 22-ші базарда 36-шы бутик достар. 22 Келіп саудаласыңыздар. Рахмет аға. Так, достар, біз қарсы беттегі ботиктерге келген болатынбыз. Бұл жақта негізі тамақтар, бірақ көріп көреміз. Ішінде біз алмастыратын заттар бар ма екенін тексеретін боламыз. Кет деген сияқты. Так, барып көрейік. Ішінде нелер бар? Негізі көбінесе тамақтар. Жоқ, тамақтар мына ішінде. Меніңше Көрейік премияны достар. Жоқ, екінші этажында ауыстыратын заттар бар ма екен? Көбісі негізі жауып жатқан сияқты. Біз негізі кеш келдік, достар. Алдына түсіресің бе? Біз негізі кеш келдік. Ауылешін машина. Машинада ауыле. Ой үшін, достар, сыртынан қарасаң, базарға ұқсамайды, ішіне кіріп қалсаң, бірақ базарға отыр ғой, шына жер. Адам Так, көрген. бізде астың бәрі продукты екен, достар. Үстіне кеттік. Үстінде мен бір сағат көрген сияқтымын. Ана бір жерде ма? Кеттік, үстіне барып көрейікші. Асты азық түлік екен. Үстіне барып көрейік. Үстінде бір нақты бір жер бар ма екен? Ана жер түсір. Ана жерде бірдеңе беріп жатқан сияқты. Меніңше бесплатно беріп жатқан сияқты. Ана жер түсір. Білдің бе? Кеттік. Так, жоғары жақта бірден бір сразу бутикқа кетеміз ба? Қандай жерде бар екен? Сен бізді алдымыздан түсіресің бе? Алдымызға өтіп ал. Так. Қай жерге барамыз? Ора, мен қасыма кел. Көртсің ба? В общем, Мына соқ қойып отырайық, достар. Қазір біз өтіп алайық, Так, достар, біз өтіп алдық. Кеттік, келесі жаққа өтейік. Біздің алдымызда жүр. Онда достар, осымен біз осы жерден аяқтайық. Қазір тағы бір жерге барып алайық, сосын жалғастырамыз. Олай болса достар, біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Біздің күнімізде аяқталып келе жатыр екен. Бүгінгі күннің қорытындысы 6000 теңгелік ремень мен 4000 теңгелік колонка, достар. Достар, осы видеоны көріп жатқан жандар, барлықтарымыз давайте лайктарымызды барлығымыз тоқтатпай басайықшы. Достар, осы видеоға қолдау ретінде бір жағынан достар, давайте кез келген видеоларға лайк баспай, лучше осындай пайдалы технологиялар шығайын деп жатыр достар Қазақстанымызда. Осыны қолдау ретінде сіздерден лайктарыңызды, комменттеріңізді тіркеліп кетсеңіздер әдемі болушы еді достар негізі. Достар, барынша сіздердің әрбір қолдаған лайктарыңыз бізге үлкен мотивация болады. Сол үшін міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға удачи, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар достар.